Елордада мақтауын асырған көп қабатты тұрғын үйдің кіреберісі опырылып түсті. Елордада Нұр Астана құрылыс компаниясы салған әулет тұрғын үй кешенінде кіреберісі опырылып түскен. Пәтер иелерінің айтуынша, кеше тұрғын үйдің жер асты тұрағын су басқан. Мұндай жағдай бұрын да болған екен. Тұрғындар мердігер компанияның құрғақ уәдесіне әбден тойдық деп отыр. 2 ай бұрын ғана үйдің кілтін алдым. Содан бері жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатырмын. Бүгінгі жағдайдан соң осы тұрғын үйді таңдағаным қателік болғанын түсіндім. Темір-терсек бала үстіне құласа не болады? Келешекте тағы қай жер құлайды? Үйге кіріп үлгермедік, былығы шаш етектен, деді пәтер иесі Нұрдәулет Кенжебай. Тұрғын Бағила Манынбаеваның айтуынша, пәтерге төлем жасарда тұрғын үй кешенін комфорт класс деген, алайда арзан материал қолданылғаны көрініп тұр. Менеджерлердің үйді мақтанғаны бос сөз екен. Пәтердің бағасы арзан емес, ақшамызды қайтарсын. Арамызда 25 жылға ипотекаға рәсімдегендер бар. Олар төлеп бітемін дегенше бұл үй құлайды, деді әйел. Тұрғын үй 6 ай бұрын пайдалануға берілген. Қазір пәтер иелерінің шамамен 30% баспанасына кіріп үлгерді. Алғашқылардың бірі болып кілтін қолына алған Сұлтан Рахымжанов мердігер компанияға өкпелі. Жобада көрсетілген жабдықтар жоқ, бәрі арзанқол. Балалар алаңы құжаттағы үлгіге мүлде сәйкес келмейді. 2 рет су басты, қазір иісі қолқан қабады. Кіреберістегі қиранды тазаланады. Бірақ дәл сол жағдай тағы да қайталануы мүмкін ғой, әбден көңілім қалды, дейді. Пәтер иелерінің айтуынша, жақында осы тұрғын үйдің терезесінен бір бала құлап кеткен. Өйткені терезе лифтінің жанында орналасқан, әрі үнемі ашық тұрады. Олар мердігер компания қауіпсіздік жағын қарастырмағанын айтады. Алайда олар қазірге дейін мардымды жауап бермеген. Пәтер иелері енді мемлекет басшысы мен қала әкіміне үміт артып отыр.